Барлықтарыңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай ғана қарапайым жіңішке абадокты әсемдейтін боламыз. Ол үшін бізге қызыл беконус және ақ жемчуг болады. Ендеше видеомызды бастайық. Видеомызды бастамас бұрын арнама тіркеліп, каналды қолдап кетіңіздер. Алда қызықты түрлі видеолар шығып тұрады. Ендеше кеттік. Ең алдымен лескімізді көптеу қылып алғанымыз жақсы, жоқ дегенде бір 2 метрдей алсаңыздар болады. Артығымен алған жақсырақ. Мен алып алдым. Және лескіме мен бірінші ақ қызыл қылып араластырып алатын боламын. Яғни бірінші ақ жемчуг, яғни жемчуг емес, бусин, ақ бусин және қызыл беконус. Қайтадан ақ жемчуг, қызыл беконус деп осылай бесеуден жинаймыз. Мінекей лескіме осылай жинап алдым. Міне бесеуден ақ бесеу, қызыл бесеу. Ең бірінші қызылдан бастап жинаймыз. Енді қызып тұрған пистолеткімізді алып осы жерге жағатын боламыз. Осындай кішкентай мөлшерде жарайды. Және осы жерге алып лескімізді орап жібереміз. Яғни бұл бізге лескіміздің шығып кетпеуіне. Мінекей бүйтіп орап қоямыз. Мінекей. Ендеше бастаймыз. Ең алдымен мына ақ пен қызылды алып абадогымызға бүйтіп ораймыз. Мінекей. Кері лескімізді ораймыз. Мінекей, кері лескімізді ораймыз. Және ең бастысы тартып отыруымыз керек. Қайтып лескімізді ораймыз абадоктан. Және ана екеуі тұрғанның ортасынан өткіземіз былай. Ортасынан. Қатты тартуды ең басты, қатты тартуды ұмытпаймыз. Мінекей. Енді қайтадан қызыл мен ақ лескімізге жинағанымызды төменге түсіреміз. Қайтадан қызыл мен ақты ораймыз, қасына жақындатамыз. Лескімізді айналдырамыз, абадоктан айналдырамыз. Және банағыдай екеуі тұрғанның ортасынан өткіземіз. Ақтан өткіземіз. Қатты тартамыз. Қайтадан жинаған ақ қызылымызды жақындатамыз. Мінекей. Қайтадан абадоктан өтеміз. Және осы екеуіне банағыдай осының екі ортасынан өтіп отырамыз, екі моншақтың. Ең басы қатты тартуды ұмытпаймыз, сол кезде бұл бізде қаттырақ мықты болады. Мінекей. Қайтадан ақ пен қызыл жемчугімізді, моншағымызды төменге түсіреміз. Жақындатамыз, айналдырамыз. Жаңағыдай қайтып екеуінің ортасынан өтеміз. Мінекей. Сіздерге түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Осылай өтеміз. Қайтадан ақ қызылды төменге түсіреміз. Қасына апарамыз, міне, айналдыра абадокты. Қасына қоямыз, мінекей. Айналдырамыз лескімізді. Мінекей. Және ақ пен қызылдың ортасынан өтеміз, міне. Х тау арқылы. Мінекей. Міне бізде 4 бесеу ол шықты. Енді біз бана қызылдан бастасақ, енді керісінше жинаймыз. Ақ қызыл қылып жинаймыз бесеу. Мінекей лескімізге жинап алдық. Бана қызыл ақ болса, енді бізде керісінше ақ қызыл деп осылай бесеу жинайтын боламыз. Енді мінекей. Ақ қызылды керісінше төменге түсіреміз. Айналдырамыз. Және банағыдай ақ пен қызылдың ортасынан өтеміз, Х тау арқылы. Дәл солай айналдырамыз. Қайтадан ақ қызыл моншақ төменге түсіреміз. Мінекей. Енді осыны айналдырамыз. Қайтадан Х таймыз. Міне. Айналдырамыз. Тағы да қайтып. Осылай, яғни бізде қайталана береді. Мінекей. Ең бастысы қисық қылмай, қаттырақ лескімізді жібімізді тарту арқылы ортасына Х алған кезде лескімізді тартамыз, тек тартып отыру керек. Ешқандай қиындығы жоқ. Мінекей. Х таймыз. Соңғысы. Қасына апарамыз. Сіздерге түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Мінекей. Лескіні жай ғана Х таймыз. Мінекей. Бізде осындай шахматтың порядок осындай, яғни кезекпен кезек. Бана көрдіңіздер, қызыл мен ақ жинасақ, керісінше ақ пен қызыл. Енді керісінше қызыл мен ақ осылай абадогымызға толық осылай біткенше жасап шығатын боламыз. Мінекей, қараңыздар, бізде қандай әдемі болып шығып жатыр. Өте әдемі. Қарапайым ғана абадоктан әлі де жалғастырып жатырмын. Соңғысы қалды. Мінекей, ақ болса, енді қызыл аламын. Ақ бусин. Ақ бусин. Қызыл беконус. Қандай өз қыларыңыз келеді, ол өздеріңіз тіптен бәрін бір түстен қылсаңыздар да болады. Ол өз еркілеріңіз. Мінекей, қолымызбен тартып тұрып, арасынан Х тау арқылы өтеміз. Мінекей. Қайтадан ақ моншақ аламыз. Қызыл беконус. Және жібімізге жақындатамыз. Мінекей. Қолымызбен ұстап тұрамыз, итеріп. Ең басы қаттырақ итеру керек. Ортасынан Х тау арқылы өтеміз. Мінекей. Қайтадан ақ моншақ. Қызыл беконус. Мінекей. Саусағымызбен ұстап тұрамыз, итеріп. Және ортасынан Х тау өтеміз. Мінекей.
үшеу, енді тағы да екеу қалды. Яғни қайтадан яғни 5-5-тен жасаймыз. 5-еу ақ, 5-еу қызыл қылып араластырып отырып жасаймыз. Тіпті бәрін бір түстен қылсаңыздар да болады. Яғни ақтан немесе қызылдан қылып. Әр адамның өзінің қалауы. Міне төртеу істедік, енді соңғысы. Соңғысы қайтадан ақ және қызыл қылып істейміз. Мінекей. Қолымызбен ұстап тұрып итереміз артқа қарай. Ортасынан міне екі ұстап өтеміз. Мінекей. Біздің ішкі жағының көрінісі міне осындай болып жатыр. Мінекей. Енді соңғы біреуін жасаймын. Керісінше қызыл ақ қылып алып, осындай қылып аяқтаймыз. Міне соңғысына да келіп жеттік. Соңғысы. Енді соңғысын қалай бекітеміз? Мінекей. Аққа кіреміз. X тап алып келдік, міне. X тап алып келдік. Және қызылдан және аққа өтеміз. Мінекей. Енді осыны осылай клей жағып, осылай айналдырып тастаймыз, дәл осындағыдай қылып. Мінекей, бізде осындай ободок шықты. Қараңыздар, өте әдемі. Мына екі шетін қарапайым ғана лентамен орап тастайтын боламын. Мінекей, өте әдемі. Мінекей, екі шетін қарапайым ғана лентамен орап тастадым. Атласный тонкий жұқа лентамен. Ешқандай да білінбейді. Мінекей, өте әдемі. Міне, бізде осындай ободок пайда болды. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайк басып, комментарий жасап, ойларыңызбен бөлісіңіздер. Алла қаласа, алда қызықты видеолар көптеп шығып тұрады. Мынаны қараңыз, до және после өзгерісті байқап тұрсыздар, қараңыздар, қандай әдемі. Осындай ғана қарапайым ғана ободоктан, жай ғана основадан осындай өте әдемі, ерекше керемет ободок жасап шығуға болады.